Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегілерінің аты «Ұйқыдағы ару». Ал бастаймыз. Ертеде бір патша мен патшайым өмір сүріпті. Олардың баласы болмапты. Соны ойлап, олар қатты қамығады екен. Ақырында олардың барлық үміттері үзілген кезде дүниеге қыз бала келеді. Қуаныштарында шек болмаған бақытты ата-ана үлкен мереке ұйымдастырып, оған өз қарамағында өмір сүретін барлық перілерді шақырыпты. Сол кезде перілердің өз кіндік баласына ғажайып сыйлық ұсынатын дәстүрі болыпты. Міне сол дәстүрдің уақыты да келіп жетеді. Бұл мерекеге ойламаған жерден барлығы өліп қалды деп санағандықтан шақырылмаған сиқыршы әйелді келеді. Мені бәрі ұмытып кеткен екен, деп ойлап, қатты ренжіген сиқыршы жаңа туған нәрестеге 15 жасында саусағына ұршықтың ұшы қадалып өледі деген болжам айтады. Әне көрмесіңдер ме? Қандай жаман әйел. Жұрт оның болжамын естіп, қатты қайғырады. Патша мен патшайымның қайғысы тіпті шексіз еді. Сонда ең кіші пері қыз шығып былай дейді: «Патша мен патшайым, қайғырмаңыздар, қыздарыңыз тірі қалады. Ол шынында саусағын шаншып алады, бірақ өлмейді. Ол тек ғажайып ханзада келіп оятқанша 100 жыл терең ұйқыда жатады», деп жұбаныш айтады. Сонда да қызын аман сақтап қалу мақсатымен патша өзінің қарауындағы адамдарға ұршық ұстауға қатаң тыйым салады. Яғни қыз үшін қорқады. Күндер тез өтіп жатады. Ханшайым күн өткен сайын ақылды, әдемі болып өседі. Патша мен патшайым қорқынышты болжам туралы біртіндеп ұмыта бастайды. Бір күні патша ханшайымның 15-ші туған күнін тойламақ болып, отбасымен өзінің алыстағы сарайларының біріне аттанады. Ханшайым сарайдың ішін аралап көруге ниет білдіреді. Барлық бөлмелерді көріп шыққан соң, ол мұнараның жоғарғы жағында ұршық иіріп отырған кемпірді көреді. «Әжей, сіз не істеп отырсыз? Ой, қандай әдемі, тамаша екен», деп таңғалады. Қолын созғаны сол еді, ұршықтың ұшына саусағын шаншып алады да ес-түссіз жерге құлап түседі. Болған жайды естіген қайырымды пері қамалға жылдам жүгіріп келеді. Көп жылдардан соң ханшайым ұйқыдан оянғанда қасында танитын адамдарын көрсін деген оймен пері қамалда тұратын барлық адамдарға сиқырлы таяқшасын кигізіп ұйықтатып қояды. Жұбанышсыз қалған патша мен патшайым қыздарының бетінен соңғы рет сүйіп, есігін ақырын ғана жауып қамалдан шығып кетеді. Қайырымды пері таяқшасын тағы бір сілтегенде қамалдың айналасында арасынан адам өте алмайтын қалың орман пайда болады. Енді ұйқыда жатқан ханшайымның тыныштығын ешкім бұза алмайтын еді. Содан бері 100 жыл өтті. Осы жылдар ішінде қамалға да ешкім өте алмады. Бірақ бір күні сол уақытта билік құрып жатқан патшаның баласы аңға шығады. Аң аулап соны қызығына түскен ханзада мен оның нөсерлері адам ізі түспеген қалың орманға тап болады. Ханзада ағаштар арасынан қамалдың мұнарасын байқап қалады. «Бұл кімнің қамалы? Онда кім тұрады?» деп сұрайды. Сонда оның қасына кәрі шаруа келіп, басын иіп былай дейді: «Бұл қамалда жер бетіндегі ең керемет патшайым мәңгі ұйқыда жатыр. Оны тек болашақ жары болатын адам ғана оята алады. Осы уақытқа дейін ешкім бұл жерге ат ізін салмаған», дейді. Сол кезде ханзада ханшайымды ояту менің пешенеме жазылған деп шешеді. Ханзада көп ойланбастан аттың басын қамалға қарай бұрады. Міне, сиқырлы орманға да келіп жетті. Ханзада аттан секіріп түскенде жуан ағаштар мен тікенекті бұталар қақ жарылып жол береді. Ол жалғыз жүріп кетеді. Өйткені орман ханзаданы өткізіп, артынан жабылып қалып отырады. Ханзада қамалға да келіп жетті. Ол ханшайым ұйықтап жатқан бөлмеге кіргенде, ұйқыдағы жас аруды көріп, оның сұлулығынан еріксіз көзін жұмады.
Қатты таңданған ханзада тізерлеп отырып қыздың бетінен сүйеді. Осы кезде ұйқыдағы ару кенет көзін ашады. Онымен бірге қамалдағы адамдардың барлығы шетінен ояна бастайды. Тек бірден ғашық болған ханзада мен ханшайым ғана маңайларындағы елер емес. Олар бір-бірінен көз ала алмай отыр. Көп ұзамай олар тойларын жасап, ұзақ та бақытты өмір сүреді. Балалар, ертегі ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше барлықтарыңызға сау, саламат болсын деп тілеймін.